Hoş geldinizler, bravo, kelimesi
болып тұрмын. Іші құтты болсын. Осындай кемел менен біздің Орынтайдың мерейтойындай тойлар осының ішінде бола берсін айналайын. Ал енді екеуіңіз осы тек қана елуге келіп отырсыздар ғой. Мерейтойларыңыз құтты болсын, өмірлеріңіз ұзақ болсын, балаларыңыздың қызығын көре беріңіздер. Ағайын туманың арасында, қызметкерлеріңіздің арасында, жолдастарының арасында, достарының арасында осындай беделге ие бола беріңіздер. Ғұмырларыңыз ұзағынан болсын. Бармақтай бақ берсін, бітпес дәулет берсін. Ал қош келдік бәрімізде. Құрметті Кемал Орынтай, мынау бүгін толып отырған ердің жасы 50 деген жастарымыз құтты болсын, ұзағынан болсын. Мен енді көршімін, осыдан 3 жыл бұрын осы балдардың үйіне кәдімгі сүйрегендей болып келдім. Қандай болады? Оның себебі өзімнің 20 жылдың үстінде отырған үйімді қимағандықтан, оның ескілігінен амал жоқтан балдарға көліп келіп едім. Көршілерім қандай болады? Жасым біразға келгенде деп қиналыңқырап. Бірақ өкінгенім жоқ. Мен осындай ақ жарқын, ниеттері таза, көңілдері ақ, жақсы семьяларға тап болғаныма, осындай інілеріме, келіндеріме тап болғаныма, міне төлеген тұр, дағы аман қос бар, дағы енді көршілер аздау болып тұрмыз. Әркімнің әртүрлі себебі бар шығар. Өте риза болдық. Жақсы іргеміз бүтін, содан бері той тойлап келе жатырмыз. Осы тойларында ұзағынан болсын. Алла тағала айтатын көрмеді ғой үлкендер бұрын. Алла бір тілекті ойланбастан береді. Ол тілек ғұмырың ұзақ болсын деген екен. Сіздерге әдемі де сұлу, сыйлы қарттық тілеймін. Балаларының қызығын көріңіздер. Тек бақытты іргеміз бүтін бола берсін дегім келеді. Құрметті Кемел аға, Орынтай апа, толып жатқан мерейтойларыңыз құтты болсын деп жатыр. Жастарымыз ұзақ болсын, жаңағына үлкендер айтып жатыр ғой, осы тойшы қауымның неге қабыл болсын. Осы үкіметтің үйі ғой. Астымызда көрші, үстіміздегі көрші деп жатыр, біздер нағыз көршісіміз. Жатырған апай екеуміз. Осы отырған тойшы қауым сіздердің бәрінде отбасыларың аман болсын. Тойда кездесіп жатсын. Аман болыңыздар. Бәрекелді, рахмет, Алла сыйласын. Дастархан төріне шайғасы беріңіздер. Қален құрметті ағайын тума туысқандар, бәйге шауып кеткен аттың да өзің мәресі болады деп жатырмыз. Сондықтан алдарыңыздағы сусындарыңызды қиып отырыңыздар. Мен ортамызға ағайындар шақырайын деп жатырмын. Ай көрмесе ағайын жат, жыл көрмесе жек жат дейді. Сондықтан тойымыздың төріне сол бір ағайындар атынан Майрапайды дейді. Абай менен Ақкүмісті, салтанатты, айгүлді, меруетті, маратты, Хайролланы, Динаны, Біржан менен Гуляны, Саламат менен Назгүлді, Айнагүлді, және Аман Гуля дейді. Және шаңырақтың ұл қыздарын түгелдей тойдың төріне қонақтарына жақсы тамаша тілекпенен көрінсін деп ортаға шақырамын. Келіңіздер құрметті ағайын. Бір болса қошеметтеп қойып, қыз күніңнің қадірін мама болғанында білерсің, кризистің қадірін қиналғанда білерсің, қызыл гүлдің қадірін сыйлағанда білерсің дейді. Сондықтан осы шаңырақтың ағайындарына ағамыз Кемел мен жеңгеміз Орынтайдың тойына қош келдіңіздер. Бүгінгі той бәрімізге де құтты болсын. Мына жерде класстастар бар, құрдастар бар. Бәріне сол той құтты болсын деймін. Енді бөтен адам жоқ, тума, туыс, бауыр, құда ағайлар бәріңе де осы тойға жалғаса берсін деймін. Көп жыл өмір сүріңіз, балдарыңыздың бақытын көріңіздер. Кішкентай Дилшат дайындап едік, соны оқып беруге рұқсат етіңіздер. Құрметті Кемел Орынтай, сіздерді мерейлі 50 жастарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Үлкенді сыйлап, кішіні қамқорлай білген, тәрбиелі ұл-қыз өсіріп отырған, еңбекте беделді, елге сыйлы, сыйластығы мол құда-құдағай болған, алдымыздағы үлгі тұтар ағамыз бен жеңгеміз ретінде біз сіздерді қатты бағалаймыз. Сіздерге өмірдегі бар жақсылықты тілей отырып, келесі жыр жолдарын арнаймыз. Ортамызда орын бөлек ағасын, бауырларға қамқор болар дарасын. Ердің жасы
50 деген жасыңмен құттықтайды бауырларың жаңашыр. Тілейміз жас қосылсын жасыңызға, аман боп ақтен елдің қасыңызда. Гүлдерің даны, жанар, жайнап өсіп, бақ пен дәулет кетпесін басыңыздан. Ақ жеңеше нұрысын осы әулеттің, дариядай асып тасқан көңілің. Жалғыз қызы еліңнің көпке келіп, жадыраттың ағамыздың өмірін. Сендей болар ен сыйлы адал досы, ағамыздың бағына айналдың сен. Енеңнің тәрбиесін түйе білген, табылмас алғыр келін өзіңе тең. Жылдар өтсін ыстық болып көңілге, қартаймаңдар көп жасаңыз өмірде. Өмір деген айдында қатар жүзіп, шарықтасын бақыт күйі көңілде. Берекелі бүгін міне шатты күн, сізге қарап күлімдейді бақ бүгін. Жиендер мен немерелер көп болсын, ұсынамыз пәк көңілдің ақ гүлін. Балаларың құтты болсын. Сіздердің атымыздан, бәріміздің атынан құттықтаймыз сыйлығымыз. Құрметті тойшы қауым, қош келіп жатсыздар. Бәріңізге көп рахмет. Мезгілдеріңізді бөліп келіп жатқандарыңызға. Ал Кемел аға, Орынтай жеңге, мерейтойыңыз құтты болсын. Дендеріңіз саулық, бастарыңызға амандық тілеймін. Жастығыңызға шыға беріңіз. Балдардың қызығын көріп, тек жапырағыңыз жайылып, жарқырап отыра беріңіздер. Бірге қартаймыздар. Сол шап қой. Шықпаймыз. Құрметті қалайым, ағамыз бен жеңгеміздің мерейтойына қош келіп жатсыздар. Ал аға, жеңеше, жастарыңыз құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын, көрінген балдарының қызықтарын көре беріңіздер, немере сүйе беріңіздер. Өмірде алда болыңыздар, осылай арамызда жүре беріп, біздерді қуанта беріңіздер. Жастар жасқа шығар. Аға жеңеше, юбилейларыңыз құтты болсын, жастарың ұзақ болсын. Үбірлі шүбірлі болып немере сүйіңіздер, шөбере сүйіңіздер. Үлкендеріңіз арамызда жүрген аман болсын, сіздер де соның артынан жыл болып жүре беріңіздер. Дендеріңіз сау болсын, бақытты болыңыздар. Үстіп біздер Атырауға тойға келе берейік, рахмет шақырғандарыңызға. Ақтаудан сәлем айтып жатыр, құтты болсын диярлық. Біздер Қамар апа жұмыста енді жақсы өтсін, сақырты мол болып айтып келінеме алып келсін. Тойға келейік тек Атырауға. Ал енді Кемел аға, Орынтай апа, келіп жатқан жастарыңыз құтты болсын. Жастан жасқа шыға беріңіздер. Балаларыңыздың қызығын көріңіздер, немерелеріңіз көп болсын, үйлеріңізден той кетпесін. Денсаулықтарыңыз мықты, еліміз тыныш, дастархандарыңыздың аты таусылмасын. Келіп отқан тойшы қауымыз, тойларыңыз құтты болсын. Алып қойыңыздар. Жастарыңыз құтты болсын, жастан жасқа шыға беріңіз. Айтылған тілектеріне бәрін қосқан. Аман болыңыз. Батасында жастың тілегенді қабыл деген етпенен тойдың төріне шақырамыз. Алдарыңыздағы тойдың шарабынан баршаларыңызға көтеріп алып қойыңыздар, құрметті ағайындар. Бәрекелі жатырмыз. Үлкен-үлкен сахналарда тамаша өнеріменен халқына танылып жүрген, өздеріңізге қазақтың нағыз 8 қырлы бір сырлы жігіттердің бірі ортамызға жаста болса бастай, қына тасқа бітет, өнер жасқа бітет дейді ғой, тамаша өнерімен келіп отырған Махамбет би тобының жігіттері қол соғып қошеметтеп тойдың төріне шақырайық ағайындар.
Рахмет. Өнер үстем болсын, құдалардың атынан. Құдалар атынан дейді, рахмет. Алдына, Кемендің жолдас жігіттерінің атынан. Өнер үстем болсын. Ортайдың класстастарына. Өнер үстем болсын, класстастарының атынан. Класстастар атынан, рахмет, Алла сыйласын. Нағасының атынан. Үлкен жігіт. Адамға сөз кезегін беру өте қиын дейді. Біреулеріңізге бұрын, біреулеріңізге кейін, біреулеріңізге тіпті сөз кезегі тимей қалса оған ренжімеңіздер ағайын. Баяғыда бір қызы көп бір әжеміз айтты деп еді, ай шырақтарым ай баспастарыңа байғайды деп. Сол айтқандай құрметті ағайындар, бүгінгі тойымыздың төрінде баспастарыңызға тілек тимей қалса үлкен кешірім сұраймыз. Айқайлап тілек айтқаннан гөрі іштен тілеген тілек қабыл болады дейді. Шын ниетпенен, шын ықыласпенен бір адам тойға келсе, 10 адамның да арысын ала келеді деген сөз бар ағайын. Сондықтан құрметті ағайындар, әрқашанда осындай жақсылықта тойда кездесейік. Жарлы болсаң да жасымағаның жақсы, бай болсаң да тасымағаның жақсы, бойымда билік құдірет бар деп шарасыздарды басынбағаның жақсы. Осының бәрін кейінгі жастарымызға берсін, жақсылықтың бәрі қастарыңызға келсін. Осындай міне дүбірлі той баршаларыңыздың да бастарыңызға келсін деп тілейміз ағайын. Ең қадірлі ағайындар, мен ортамызға ана тойдың басында айтып жатырмыз ғой, қазан күйесіменен той иесіменен сәнді деп. Сондықтан да бүгінгі балаларының Асқар Таудай әкесі осы шеркештердің шаңырағын айрандай үйітіп, уықтай тіреп отырған, өзінің шаңырағында болып жатырған қуанышты той, осы отырған ағайынның баршасында шаңырағында болсын деп тіреп отырған шаңырақтың иесі, ердің жасы 50 жасқа толып жатырған бүгінгі Кемел ағамызбенен Кемел ағамыздың таңдап сүйіп алған жыры қазақтың ару қызы Орынтай апайды ортаға қошеметпен шақыруға рұқсат етіңіздер ағайын. Және балалары, қыздары Дамагүл, жанары Серік, баласы Теңел дейді. Қолса қошемет қояйық бәрекелді.
Сіздер мына тұлғаңызға мен қарасам, ағайынға қамқоршы, жан жағы болған жігітсің. Жаман жасық наданның қолына түспес асылы, маржаны болған жігітсің. 25-тің кезінде талай қыздар аңсаған, арманы болған жігітсің. Жас өткізер жасыңа, әлі де талай сұлулық, ардағы болған жігітсің. Бар тілегім сол ғана Кемел аға, жасым жүзден өткенше, Алладан беріп жеткенше, той тойлау өмір өтсін деп, Кемел ағама бір болса қошеметтеп қойған болады ағайын. Енді Кемел аға, сен де өстің, ешкімнен кем болмаспын деп, 30 жасқа толғанда желпіндіңіз, орда бұзар бұл жаста алмаспын деп. 40 жаста қамал алған қас батырдай, ойлашы арыстандай арбастым деп. 50 жасқа келгенде де елемеші, қара шашты ақ қырау қарбасты деп. Әлі де сұлулықпен сымбат болсаң, ел сыйлайды қамқоршым дәлбасшым деп. 60-та ақсақалды келгенменен, ойлама кәрілікпен жолдаспын деп. 70-тері де орынтайдай апамменен күліп ойнап, ерекелетіп қойыңыз алғашқым деп. 80-де көзім түсе басқаларға, апама айтып жүрме шаң бастым деп. 90-ға келген бір шал айтқан екен, ойпырмаға енді қызға бармаспын деп. 95-те жасылға ғашық болған, Жамбылда ойлаған жоқ алжастым деп. Сондықтан да Кемел аға, жасым 100-ге жеткен кезде, орнымнан ұшып тұршы, жап жаспын деп, Кемел ағамды құрметте тағдыры қошымен шабалап өтпайымдар ағайын. Тойған шабалап өтсін. Тамада рахмет. Енді сөздерің жақсы ғой өте. Жан-жаққа қараған жақсы, енді 50-ге келді. Бірақ енді орынтаға көп қараймын енді. Жан-жаққа да қараймын, жұмыста жүреміз. Коллектив бар, көше бар деген сияқты. Осындай той-думан да боламыз. Нұрғали дұрыс па? Айналайын. Ал енді құрметті қонақтар, мына тамадамыз өте жақсы, қуанышты өткізіп жатыр. Осы біздің ойымыздан ойлаған алдымыздан ойларымыз шығып жатыр. Мына тойшы қауым бүгін жиналған бәріңе де тағы да алдында атайтып өттім ғой. Мыңдаған рахмет келгендеріңе. Өте ризамын. Уақыттарыңды бөліп келіп, біздің мына Орынтай екеуміздің қуанышымызға бірге атсалысып, бірге біздің қуанышымызды өткізуге қатысқандарыңызға өте мыңдаған рахмет айтқым келеді. Бұл мыңдаған рахмет осы тума туысқаныма, құрбы жолдастарыма, мынағы әріптестеріме, жұмыстастарыма, Орынтайдың мынағы жұмыстастарына, көрші-көлемдерге, мына өзімнің бауырларыма да содан келіп жатқан. Бәріңе де рахмет. Осындай той тек бәріңіздің де үйлеріңізде бола берсін. Аспанымыз ашық болып деп, осындай жақсы қуанышта кездесе берейік бәрімізде. Бәріңе де тағы да бір рахмет айтқым келеді. Сау болыңыздар бәріңізге. Рахмет. Құрметті, қадірлі, осы тойға қатысып отырған, шақырылған құда-құдағайлар, үлкендер, ағайындар, коллектив, достарымыз, кластастарымыз, бауырларымыз, бәріңізге де алтын уақыттарыңызды бөліп, осы тойды қатысып, жақсы өткізіп жатқандарыңызға Нұрғали Асаба жолдас осылай тойды көтеріп, жақсы мына өнерімді көрсетіп жатырғанына көп рахмет айтамын. Біздің осындай жасқа жетуімізге, өмірге келіп, осылай азамат болуымызға, біздің өмірден осы орнымызды алуға, осы жерде бізді осындай болған жоқпыз бірден. Осындай жағдайға жеткеніміз, мен ойлаймын, ол бірінші Алланың берген, осы өмірге деген, осы өмірден алатын орнымыздың Алланың берген бір шапағаты деп ойлаймын, Алланың берген сыйы деп. Өмірге келгесін жерде бізді осындай жеке атап айтқанда, осы жердің алыс жағына қарамастан ту Ақтаудан келіп отырған қонақтарыма Айнагүл, саған жаным рахмет. Шет жүрсін, осы ауылда сонда да соны ту Ақтаудан құда-құдағайым жіберіп отыр, саған мыңда бір рахмет айтамын. Енді біздің көптен балалық шағымызды бірге өткізіп, осы кластастарым келіп отырған. Сіздерде енді өте мыңда бір рахмет сіздерге. Сіздер ұмытпай, бір-біріңізді, балалық шақтарыңызды бәрін осындай кезге шейін міне келіп, осы тойға қатысып жатқандарыңызға бәріңізге көп рахмет. Енді жұмыстастарым, ұжымдастарым, сіздердің еңбектеріңіз, өзім туғандарым, олардың еңбектерін, сіздердің де орындарыңыз бөлек мен үшін.
Сондықтан сіздерге көп рахметімді айтамын. Осындай бақыттымын деп есептеймін. Осы бүгінгі тойда, осы сіздердің арқаларыңызда, осы сіздермен бірге тойлап жатқанымызда өте бақыттымын деп есептеймін. Сіздерге шексіз алғысымды білдіремін. Әрбір семьяда, әрбір отбасында, әрбір ұжымда тек қана бақыт болсын, тек қана қуаныш болсын, өмірлерің мәнді де сәнді болсын, тек әрбір отбасыңызда той болсын деп айтқым келеді. Құрметті тойшы қауым, алтын уақыттарыңызды бөліп келіп жатқаныңызға көп рахмет. Ата-ананың сөзіне қосыламын. Сіздерге ризашылығымды білдіремін. Бүгін тойды үстіп көтеріп жатқандарыңызға. Бәріңіздің үйіңізге де осындай қуанышты той тілеймін. Ақ дастархан жайыла берсін. Анам, аяулы мама, папа, сіздерді қуаныштарыңызбен құттықтаймын мерейтойыңызбен. Сіздерге тілейтінім тек зор денсаулық. Осылай аппақ болып арамызда жүре беріңіз, немере шөбере сүйіп. Біздер тек сіздерден үлгі аламыз, сіздерге қарап өсеміз. Орысша тілде бір шумақ таппағандай черейін. Желаю жизни без причины, не волноваться без причины. Всегда имейте веселый вид, поверьте, знайте, что болит. Пусть годом часто чередой, медой, зимней Насти. И мы желаем всей душой любви, здоровья и счастья. Мы вас очень любим. Құрметті қонақтар, қош келіп жатсыңыздар. Көп рахмет, алтын уақыттарды бөліп келіп жатқандарыңызға. Мама, папа, сіздерге зор денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін, және де өмір махаббат тілеймін. Біз сіздерді өте жақсы көреміз. Рахмет. Құрметті қонақтар, қош келдіңіз. Мама, папа, денсаулық зор болып тілеймін. Мама, папа, туған күніңізбен құттықтаймын. Жасыңыз жасқа тола беріңіздер. Бақытты болыңыз. Бәрекелді. Ал енді Кемел аға, Орынтай апа, мынау жастарыңызда, балаларыңызда, күй балаларыңызда тамаша тілегін ақтарып жатыр. Қазақта айтады, аты жақсы болса, ер жігіттің пырағы, балаң жақсы болса, жан мен тәннің шырағы, алған келінің жақсы болса, мейманыңның тұрағы дейді. Сол қалған уақыттарыңызда дәл осындай шаңырақтарыңыз шайқалмай, шырақтарыңыз өшпей, бұлақтарыңыз тоқтамай, құрақтарыңыз жайнап, жұраттарыңыз көбейіп, мұраттарыңызға жете беріңіздер. Қол соғып шебете қойып, рахмет. Ал енді осы бір тілекті баршамызға тегісте көтеріп алып тастаймыз, содан соң бата болады, бата. Содан соң сусындарыңызды алып қойыңыз, содан соң ас қайтарып тұрамыз ағайын. Тойға жалғассын, бүгінгі тойларына деген ақ тілектеріңіз қабыл болсын. Бір жас бар, 10 жас деген ойнақтаған, тебініп тайғылынды ойнақтастық шақ еш нәрсені ойлатпаған. 20-да өз-өзіңді түзейсің ғой, шашынды кейін қарай күзейсің ғой. Үлгісін ағалардан алғаннан соң, ой ойлап әр нәрсені жүдейсің ғой. 30-да үй иесі баласың ғой, балаңды әлде қағып аласың ғой. Келген соң одан әрі 35 жас, жігітті қыдырыстан қаласың ғой. Бір жас бар, 40 деген қылыш екен, мойныңды жұмысқа бір бұрыс екен. Келген соң одан әрі 45 жасқа борышты болмағаның дұрыс екен. 50-де ебін келмес еңкейгенмен, қыздарға қолың жетпес көркейгенмен. Келген соң 55 жас, 60 жасқа шал болып ойнайсың ғой кемпірлермен. 70-де жер таянбай тұра алмайсың, әңгіме көп ішінде құра алмайсың. Келген соң 75 жас, 80 жасқа қолына таяқ алмай жүре алмайсың. Бір жас бар 90 деген тоңғандаған, бүгінгі үлкен дүбірлі тойда баршаларыңызға қош келдіңіздер. Қадірменді ағайындар, шындығын айтқанда мына бүгінгі осы отырғанымыздың өзі бір күніміз мың күнімізге татиды ағайындар. Сондықтан да көргенім арман, көрмегенім жалған демекші. Осы отырған баршаларыңыздың да басты